Қолында жоқ бейбечараларға садақа қылсаң, бір садақаны соғын алады екенсің. Бұл жерде дағы баса белгілейін. Мұхитта отырғандар көбі ата-бабадан қалған кесіп қылып алған. Бұларға беріш шарт емес. Егер инвалид болбоса, оорукчан болбоса. Көчелерде отырған, жолды тосып алған коляска жалғанчы. 80% бар қалпычылар. Аялдарға бір мында қарағылы, алдыңа келіп тиын сұрау. Оозу бар алтын тиш. Бұлар ата-бабадан қалған кесіп қылып алған. Бұларға беріштің керегі жоқ. Садақа, бұл хадисқа қарағын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдан имам Тирмизи Салман ибн Амирден жеткізген хадисте айтты: "Ас-садақа алал масакин садақа." Қолында жоқ бейбечараларға қылған садақаң бір садақа болады. Вахи ала зиррахим иснан синтани садақатун василатун. Туған ұрығыңа шоны берсең дейді, садақанына соғын аласың, туғандар менен болған қарым-қатынашын соғын аласың дейді. Туғанға берген жардам, анда екі есе соғып көп алады екенсің. Андай бола тұрған болса, сен өзің білген қолы қошынаңа, тайкеңе, байкеңе, айылдашыңа ошоларға жардам бер.